Барлықтарыңызға сәлем. Арнамыздан дүйсенбі, бейсенбі күндері жаңа видео күтіңіздер. Өмір өте қысқа, бос уақытымыз тіпті аз. Сондықтан біз оны саяз кітаптарды оқумен ысырап етпеуіміз керек. Сіздің істеріңіздің нәтижелерін басқалар бағалайды. Тек қана өз жүрегіңіздің таза да әділ болуына тырысыңыз. Балаларыңызды адалдыққа баулу тәрбиенің басы. Білім құмар бала білім арқылы кемеріне толса, ал білім алғысы келмейтін бала масқара болады. Кемшіліктеріңізді ойлап саруайымға салынбаңыз, ал өзгелердің кемшіл тұсын мүлде ойға алмаңыз. Жақсы қасиеттерді бойыңызға сіңіруге тырысыңыз, ал кемшіліктеріңізден қураған жапырақтың үзіліп түсетіні сияқты уақыты келгенде арыласыз. Негізінде ең үлкен қателіктердің басында қашанда тәкаппарлық тұрады. Шын мәніндегі ұлы адамның бірінші белгісі кішіпейілділік екеніне сенемін. Кішіпейілділік дегенде адамның өз қабілетіне күмәнмен қарап, өз ойын білдіруге жасқануы емес, қолынан не келетінін, өзінің шама шарқын білуін айтып отырмын. Адамның қажырлы еңбегі үшін ең үлкен сый қол жеткізген табысы емес, оның бойындағы өзгеріс. Төзімділік дене қуатынан гөрі, сабырлылық әдеміліктен гөрі қайырлы. Балаға кішкене мейірім көрсетсеңіз, ол сізге еселеп қайтарады. Жұмыс адамның көңілінен шығу үшін мына нәрселер керек. Ол сол іске лайық болу қажет. Шектен тыс тым көп жұмыс істемеуі тиіс. Жұмысы жемісті болып, жетістікке жетуі керек. Қиялдай алмайтын адам өзгелерге құрмет көрсете де, мейірімді бола да алмайды. Биліктің бірінші міндеті халықтың ішер асы, киер киімі және жанармайы бар ма соны қадағалау. Ал екінші міндеті рухани байлық және зияткерлік білімге кенелуге мүмкіндігі бар жоғын көре білу. Талғам дегеніміз адам руханиятының көрінісі. Сіз маған нені жақсы көретініңізді айтыңыз, мен сізге кім екеніңізді айтамын. Ізгі білімге апарар жол ешқашан құлпырған жазира арқылы өтпейді. Адамға әрқашан жалаңаш жартастарға өрмелеуге тура келеді. Нәтижелі еңбектің сыры ең жақсы нәрсеге ұмтылу емес, жағдайға қарай әрекет етіп, шамаң жететін іспен айналысу. Бақталастықтан жасалған ештеңе ешқашан әдемі болмайды. Сол сияқты түпкі ниет мақтанып, тәкаппарлану болса да, таңғажайып дүние істелінбейді. Өмір үшін істесең де, өлім үшін істесең де, жұмысыңды тиянақты істе. Адамдар жұмыста өздерін бақытты сезіну үшін 3 шарт орындалуы қажет. Жұмыс олардың шамасы келетіндей болуы тиіс. Ол титықтамайтындай болу керек және оған міндетті түрде табыс серік болуы шарт. Бізбен болғандарыңызға рахмет, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.